дебат клубының жетекшісімін. Дебатқа алғашқы рет студенттік кезімде келген болатым. Дебатқа келудегі негізгі мақсатым сөйлеу шеберлігімді, жан-жақты ойлау қабілетімді дамыту болды. Бұл шешендік өнер мен ой ұшқырлығы сынға түсетін ойын. Дебат клубына жетекшілік етіп жүрген кезімдегі жеткен жетістіктерім де аз емес. Мысалы, 2021 жылы қалалық ұстаздар арасындағы өткен ойында екінші орынды иеленіп үздік спикер атандым. Ал осы 2022 жылы облыстық ұстаздар арасындағы өткен пікірталаста бірінші орынды иеленген болатын. Қазіргі таңдағы қойып отырған негізгі мақсатым оқушыларымды жетістікке жеткізу. Дебат клубындағы оқушыларымыз әлемдік тұрғыдағы маңызды тақырыптар бойынша пікір алмасып, сыныптастарының, мектеп оқушыларының, мұғалімдердің алдында өз көзқарастарын білдіреді. Дебат ол ізденушілер. Дебатта барлық ізденген ақпараттар мен аргументтерге байланысты. Дебат ол достық, себебі дебатта қарым-қатынас нығая түседі және оның негізгі мақсаты қарсылас екенімізді тек ойын үстінде ғана көрсету. Ал шын өмірде барлығымыз доспыз. Дебат нағыз білгірлер сайысы. Тек білімді ғана өз терең біліммен жеңіп шығады. Дебат ол көпшілік алдында өз ойың мен позицияңды еркін әрі ашық түрде жеткізе білу.